Дін дәстүрге қайшы ма? Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алла Тағала қасиетті Құран-ы Кәрімде Астағфиру билла худил афва ваъмур бил урфи ваърид анил жахилин дейді. Яғни, ғафулықпен, кешірімділікті ұстан, жақсылықпен, ғұрыппен әмір қыл, және надандардан бойыңды аулақ ұста дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға пайғамбарлық түскен уақытта араб жазирасында сондай бір дәстүрлер, сондай бір салттар болды. Тіпті адамдықтан аттаған қыз баланы тірідей көму секілді сондай бір ғұрыптар орын алған. Яғни бейбітшілік діні, мейірім діні болған ислам діні келген кезде сондай бір озбыр дәстүрлерге тыйым сала білді. Екіншіден, қазақ халқының дәстүріне мән беріп қарайтын болсаңыз, тұнып тұрған шариғаттың шеңберінде екендігін көресіз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам өзінің хадис шарифінде кімде-кім ризығы көбейгенін қаласа, кімде-кім өмірінің ұзақ болғанын қаласа, туысқандарымен қарым-қатынасын жақсартсын дейді. Ал қазақ халқы ағайын тату болса ат көп, абысын тату болса ас көп дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам кім Аллаға және ақырет күніне иман келтірген болса, көршісіне құрмет көрсетсін десе, қазақ халқы көрші ақысы тәңір ақысы дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам кімде-кім Аллаға және ақырет күніне иман келтірген болса, жақсы сөз сөйлесін десе, қазақ халқы жақсы сөз жарым ырыс дейді. Яғни қарап тұрсаңыз, дін мен дәстүр екі жұғым деп жатамыз. Тіпті сондай бір кемеңгер болған, сондай бір данагөй болған қазақ халқы сол замандақ дәстүрдің озығы бар, дәстүрдің тозығы бар деп, тозығын сол заманда қалдырды, озығын осы күнге дейін бізге жеткізген.